Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек ол пайда немесе зиян тигізетін сипатқа ие. Ең ғажап қала ол адамның бақытты болған жері. Қолынан келетін, істеуге тиісті ісін істей алатын адамды бақытты әрі тамаша адам деуге болады. Сезім әлемінде бір ғана заң бар: сүйгеніңе бақыт құрау. Бір адамды бақытты етіп, жүзіне мұң көлеңкесін, жанына қайғы ізін түсірмеу әркімнің қолынан келеді. Еңбек бақыттың атасы. Ақылды кісілердің бақытты болғаны өте сирек. Махаббат деген қасиетті күш. Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздықтың не екендігін білмей өтер еді. Бақыт қонған ерлердің әрбірісі оң болар. Дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Біз бақытты болмай, ол сөзді қолдануға құқылы емеспіз. Біздер бақытты өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Қуаныш пен бақыттың жанымызға терең бойлағаны соншалық, оған үнемі ынтығамыз да тұрамыз. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Бақыттың емін табатын дәрі-дәрмек жоқ. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Ал белгілі бір жерге қайтып оралсаңыз, онда бәрі құриды. Кім өзін құрметтесе, сол бақытты. Бірақ оның есесіне, өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырған. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жолмен жету мүмкін емес. Адам өзіне өзі неғұрлым мәз болса, оның бойында мәз боларлық нәрсе соғұрлым аз болғаны. Бақытсыздық бұл өзіміз, ал бақыт басқалар. Даңқ ақынның бірінші бақыт емес. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Егер бақытты өмір сүргің келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ. Ұстаздық ету, уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Бақыт тек қана бізді сүйетін және үнемі күтетін жерде ғана. Адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздеді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, бірақ әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушысын іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз әрі ақымақ адамдар. Арада махаббат оты бар неке ғана бақытқа кенелтеді. Сүю һәм сүйікті болу қандай орасан бақыт. Құстар ұшу үшін жаралған сияқты, адам да бақыт үшін жаралған. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін. Қартайғанда
оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Өздерін бақытсыз адамдар деп есептейтіндер, бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Бақыт көктемгі бұлт сияқты, көрген түстей, ұшқан құстай өтеді де шығады. Бақыттың жолын білім ашар. Бақыт дегеніміз зор денсаулық пен нашар ес. Мен бақытқа бастайтын жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшырататын жолды білем. Ол бәріне бірдей жақсы көріну. Бақ әрбір адамның есігін өмірінде бір рет болсын қағады. Алайда адам осы уақытта үйінде болмағандықтан есіктің қағылғандығын естімей қалады. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық. Орындалған арман бақыт, орындалмаған арман күйік. Баласыз адам, бақытсыз адам. Бұл өмірдегі ең үлкен бақытыңыз, бақытты балалық шағыңыз. Біздің бақытымыздың 10-9-ы денсаулығымызға байланысты. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Бақыт барын салып еңбектенгенге бұйырады. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты. Деннің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жар, сабырлылық сезімі. Бағалай білмеген адам бақытқа жетпейді. Армандай білмеген адам мұратқа жетпейді. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе, бақытты боласың. Жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі, басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Біреумен бақытсыз болғаннан гөрі жалғыз жүрген артық. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Бақытты тапқыңыз келсе, өзгелердің сізді мойындауы туралы ойламаңыз. Қуанышты өз ішіңізден табуға тырысыңыз. Өз-өзіңізбен бақытты болыңыз. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.